Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі қазіргі хит торттардың бірі сникерс тортының жасалу жолын ұсынамын. Құрамы мен мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп, бірінші ақ уызын жақсылап араластырамыз. Шекерімізді екіге бөліп салып, аппақ масса болғанша, осындай видеода көрініп тұрғандай аппақ болғанша миксерлейміз, және екіншісін сары уызында тура солай екі есе ұлғайғанша миксерлейміз. Оның үстіне ыстық сүтімізді және сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала ситадан өткізілген ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді жақсылап араластырып алып, сары уызға шетінен қосып барлығын араластырамыз. Енді осында қою масса болып шығады. Жақсылап миксерлеп болған соң, лопатканың көмегімен ақ уызды шетінен саламыз. Екіге, үшке бөліп салып, қатты араластырмай, жай араластырып, бисквиттің қамырын дайындаймыз. Ақ уыздың барлығын осылай видеода көрініп тұрғандай жақсылап араластырып аламыз. Енді формамызға, менде 20 диаметрлік форманың астына фольга төсеп, үстінен өзіміздің бисквитімізді құйып, алдын ала қызып тұрған 160 градус пеште 40-50 минут көлемінде пісіреміз. Және пышақтың көмегімен кальциядан шығарып, жақсылап суытып, холодильникке 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сонда бисквитіміз шашылмайды осында кескен кезде. Енді 3 бөлікке бөліп алдым. Кремін дайындауға кірісейік. Творожный сырдың үстінен құмшекерімді салып, жақсылап араластырдым. Кішкене араласқаннан соң сливкиді шетінен құйып отырамыз. Сливки өте салқын болуы керек, және 33%-дан жоғары болғаны дұрыс. Осындай қою болғанша миксерлеп, кремімізді дайындап қоямыз. Енді карамелін дайындауға кірісейік. Вареный сгущенканы ыдысымызға салып, оның үстінен арахисімізді саламыз, екеуін жақсылап араластырамыз. Және 2 ас қасық кремнен салып жібереміз. Сонда вареный сгущенкамыз қатты қою болып тұрмайды, әдемі болып шығады. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Пергамент бумагасының астына видеода көрініп тұрғандай етіп қойсаңыздар, ыдысыңыз бүлінбейді. Енді кремімізді мешогымызға салып, тортымызды жинаймыз. Менің каналыма керемет жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Қасында қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Осылай шетінен рет-ретімен видеода көрініп тұрғандай тортымызды жинаймыз. Достар, бұл рецептпен қорқпай жасасаңыздар болады. Мен бұны ақылы мастер-класста үйренгенмін және өз практикамда бірнеше мәрте жасап көргенмін. Керемет, сөзсіз дәмді шығатын торттардың бірі. Кәдімгі сникерс шоколадын жеп отқандай болып сезінесіз. Азғантай крем алып қалып, осылай сыртын тегістеп шығамыз. Және оны холодильникке салып қоямыз. Енді тортымыз холодильникте тұрған кезде ганашын дайындайық. Шоколадымызды ыдысымызға салып, үстіне сұйық май құйып, микроволновкада жақсылап ертіп аламыз біркелкі болғанша.
үстінен арахисімізді салып, бөлме температурасында суытамыз шоколадымызды. Салқын тортымыздың үстіне ганашымызды құямыз. Біркелкі болғанша видеода көрініп тұрғандай етіп әдемі алып жағып шығамыз. Және тоңазытқышта, холодильникте 3-4 сағат көлемінде қойып қоямыз тортымызды. Міне осындай керемет торттардың бірі болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Видеоларым сіздерге ұнаса немесе пайдалы болса, лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Кескендегі түрін қарасаңыздар, корждарымыз бір тегіс, ішіндегі арахисі де керемет, қатып қалған жоқ. Барлығы күшті болып шықты. Жасап көруге барлығыңызға кеңес беремін.